Бәріңізге сәлем, қалайсыздар? Бүгін сіздерге өзім көптен жасап жүрген балаларыма ұнайтын, енді қамыры дейтін, ауызда еритін, өте жұмсақ болып шығатын етті бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. 2 түрлі салмамен. Енді қамыры деген өте жұмсақ. Даже кішкентай балаға да жеуге болады. Енді керемет дәмді. Ендеше сіздер қабылыңызда бөлісейін. Ол үшін біз қамырын дайындап алатын боламыз. Қамырына 2 жұмыртқа, ерітілген сары май және қаймақ керек болады. Қаймақ бізде 15 или 20% болу керек. Осы үшеуін салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Массаларымызды біріктіреміз. Содан соң ұнның үстіне 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық ас содасын салып, ұнымызды жай аз-аздан қосып, қамыр илейтін боламыз. Мен сіздерге барлық қоспалардың қанша керек, қанша дана керек екен описание бөліміне жазып қалдыратын боламыз. Сол жерден толық рецепттерін көрсеңіздер болады. Қамырды аз-аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Бізде қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығады. Құрамында сармай болғандықтан, түсі енді ас сода болғандықтан осындай сары болып шығады кішкене. Енді оны тоңазытқышқа салмамыз дайындағанша сала тұрамыз. Мен бірінші салмам құстың төс еті болады. Оны жұқа етіп турап алатын боламыз. Піскен етте салуға болады, немесе піскен құста салуға болады. Осылай уақтап турап аламыз. Енді картопты да жұп-жұқа етіп турап алатын боламыз. Пиязды да турап аламыз, жұқа етіп. Өздеріңіз қалғанша турап алуға болады. Ең бастысы үлкен болып кетпесе болғаны. Ыдысымызға салып, тұзымызды қалауыңызға бұрыш салсаңыздар да болады. Екінші салмамыз бізде тартылған еттен болады. Оғанда 1 картоппен сәп пияз қосатын боламыз. Дәл банағыдай турап аламыз, оны да қосып, тұзын, бұрышын саламыз, дәміне қарай араластырып қоя тұрамыз. Енді міне қамырымызды аламыз да теңдей 2-ге бөліп аламыз. Менде 800 граммдай қамыр болды, соны 400 граммнан 2-ге бөліп алатын боламын. Өлшеп жатырмын. Бір қамырымыздың 2-ге бөлеміз, бір бөлігін үлкен, бір бөлігін кішкене қаламыз. Қазір бір бөлігін аста және бір бөлігін үстіне жаятын болғандықтан, кішкене астыңға қамыр үлкен болғаны жақсы. Енді осылай жаямыз. Бізге ұн ештеңе керегі жоқ. Себебі құрамында сармай болғандықтан біздің қамырымыз жабыспайтын болады. Осылай оқытудың көмегімен дөңгелек етіп жайып алатын боламыз. Қазір мен дөңгелек формада пісіретін болғандықтан. Жайып алды. Енді формамызға орналастыратын боламыз. Май ештен жақудың қажет жоқ. Бізде пергамент қағамыз болғандықтан пирогымызды жауыспайтын болады. Енді құстымыздан жасалған салмамызды салатын боламыз. Орналастырамыз. Қатты шетіне апармаймыз. Себебі қазір біз қатты шетін бөгетін боламыз. Сол кезде картоптар қамырымызды жыртып жіберуі мүмкін. Сармай саламыз. Себебі біздің салмамызда кішкене құрғақ болып кетеді. Сол үшін
соч ретінде сармай салатын боламыз, кішкене аз-аздан. Енді бетін жабатын бөлігін елеп алатын боламыз оқтаудың көмегімен жайып. Орналастырамыз. Барлық шетін түйіп шығатын боламыз қолымыздың көмегімен. Міне түйіп болдық. Енді өріп шығамыз. Өзіміз қалай өр аламыз, солай өреміз. Мен бір қолдың көмегімен өремін. Осылай бір-біріне біріктіріп, айналдырып шығамыз. Қазір қамырымыз жыртылып кетпеу үшін міндетті түрде негізі өргеніміз жақсы. Өріп болдық. Енді қамырымыз кішкене жайып жібереміз. Шеті қалың болып кетпеу үшін жайлап қолымыздың көмегімен қатты итермей кішкене басып жібереміз. Енді ауасын шығарамыз. Менде ас үй қайшысы, сонымен аз-аздан ғана осындай узорлар жасайтын боламын. Және жұмыртқа жағамыз бетіне. Егер үйлеріңізде жұмыртқа болмаса, айран да жағуға болады. Беті сол кезде де қызара береді. Жұмыртқа негізі міндетті емес. Айран болса да, сүт болса да жаға беруге болады. Бетіне күнжіт сеуіп жатырмын. Күнжіт болмаса мак немесе ештеңе сеппесеңіздер де болады. 180 градуста жарты сағат көлемде пісіретін боламыз. Енді екінші салмасын салып көрсететін боламыз сіздерге. Ол да тура осылай, тек ортасына тартылған ет қана саламыз. Түйілу бәрі осындай. Достар, мені қолдап, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Және қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Жаңадан ашылып жатқан канал болғандықтан енді қолдау күтемін сіздерден. Осығанда тура манағыдай аз ғана сармай салатын боламыз. Және бетін екінші қамырын салып, барлық шетін түйіп шығатын боламыз. Енді бұл пирогтың өзі көрініп тұрғандай өте жұмсақ, сондай болып шығады. Бұл негізі көп жерде мен ол жерде айранмен де жасап жатады. Негізі бірақ айранмен жасаған кеңес бермейміз. Айран өте қатып кетеді. Мен қаймақ қостым айраны орнына. Сол қаймақпен жасаған өте күшті болады. Қаймақпен осы жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Жұмыртқа жағамыз бетіне. Жақсылап бүкіл шетіне бәрін жауып шығамыз. Беті қызарып, әдемі пісу үшін жағатын неге жұмыртқаны көбіне. Піскенде әдемі болып тұру үшін. Және күнжіт себеміз. Бұны да 180 градус жарты сағат көлемде пісіріп алатын боламыз. Біздің бәлішіміз дайын болды. Осындай қып-қызыл әп-әдемі піседі. Анда кескенде көрдіңіздер ғой. Жұмсақ. Керемет болып, жұмсақ болып піседі. Кішкене ыссы күйінде жесеңіздер өте керемет. Екінші пирогымызда бәлішімізде пісті. Жұмсақ қамыры деген. Сіздерге ыссы күйінде кесіп көрсетіп жатырмын. Қамыры деген өте керемет, қалың да емес, жұқа да емес. Бәріңізге ас болсын, жасап көріңіздер. Рахмет.